баланы қалай жақсы көреді? Адамдар бір ақиқатты түсінсе деймін. Ешбір кітап, ешбір дәрігер сенің назарыңды, сенің санаңдағы ойыңды алмастыра алмайды. Ана болу аруды асқақтатады дейміз. Қыз бала ана болғанда рухани жетіледі дейді. Әрине, ана болу әйел біткеннің парызы, олардың болмысы, бірақ кей жан соны байқамай өтеді. Қорқып кейінге қалдыра беретіндер баршылық. Ақшаға дайын шешімді сатып алуға болмайтынын кеш түсінетіндері қаншама. Саған қажетті ойды өзгенің ойлауына тапсыру, өз балаңды басқа ел туып берсін деумен тең. Тек өзің ғана ойлай алатын ойдың түрі болады. Адам жүрегімен, жанымен күйзеліп тапқан ойы ең қымбаты. Сол ойдың жетегінде жүріп, сен ана боласың. Ана болып емшегіңді балаңның аузына тосасың. Сен оны адам етіп тәрбиелейсің. Не енесі құсап тәктеп ұстайсың. Күштеп басқарасың. Ауыздықтап бастыртқылайсың. Ноқталап ерітіп жүресің. Нәп-нәзік құртақандай бөпеңе мейірленесің. Бірге ойнайсың. Күйеуіңе деген жек көрушіліктің өшін аласың. Ал өскенде тағдыр тәлкегіне тастайсың. Немесе басып жаншисың. Бәрі де сенің ойлау қабілетіңе байланысты. Авторы Януш Корчак. Аударған Шынар Әбілда.